30 миллион жыл бұрын олигоцен дәуірінде нағыз құбыжық мекен етті. Өзінің алып массивті денесі, азу тістерімен қаруланған, жолына кездескеннің бәрін өз жеміне айналдырған қорқынышты қабан. Олигоцен дәуірі басталғанда жер беті температурасы төмендеп, тропикалық ағашты жерлер жазық далаларға айнала бастады. Климаттың өзгеруі нәтижесінде сүтқоректілердің көптеген ежелгі тұқымдастары жойылды. Олардың орнына жануарлардың жаңа түрлері, соның ішінде кейбір қазіргі сүтқоректі мүйізтұмсықтардың, жылқылардың, шошқалардың, түйелердің және қояндардың арғы тектері мекен етті. Жыртқыштар үшін де бұл бос кеңістікте аң аулау оңай болған жоқ. Оларға мықты жылдамдық пен күшті жақтар қажет болды. Қанжар тісті мысықтар мен генодон сияқты жыртқыштар бұл